Сәлем достар, қазіргі таңның хит рецептіне айналған тары чизкейкті мен де дайындап көрдім. Дәмі шынымен де сөз жоқ, сондай дәмді болып шығады екен. Мен енді соңына дейін қарап, сіздер де дайындап көріңіздер. Ең алдымен тарыны ағынды суға жуып тазалап аламыз, және осы тарының үстіне қатты етіп ысыған сүтімізді құйып, араластырып, бетіне ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Біздің тарымыз бұғуы керек. Ұсақталған талқанды алып, оған қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Талқанның жартысын өздеріңізге ұнайтын кез келген печеньемен алмастырсаңыздар да болады. Олай да дәмді шығады. Енді осы талқанымыздың үстіне ерітілген сары майымызды құйып, барлығын толықтай жақсылап араластырамыз. Чизкейктің негізгі қамыры бар болғаны осылай 3 ақ заттан дайындалады. Енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Дайын формаға осылай пергамент қағазын төсеп, және кондитерлік кольцоны ортасына орналастырып пісіреміз, немесе кондитерлік кольцоның өзіне астына фольганы орналастырып та пісірсеңіздер болады. Жаңағы дайындап қойған қамырымызды форманың ішіне салып, оны қолымызбен осылай біркелкі етіп, ортасына орналастырып, шеттеріндегі бортиктарын көтеріп, жақсылап орналастырып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 22-23 сантиметрді құрайды. Егер чизкейктеріңіздің биік болғанын қаласаңыздар, онда 18 немесе 20 сантиметрлік форманы қолдансаңыздар да болады. Кондитерлік кольцоның бір жақсысы өздеріңізге қажетті сантиметрді өлшеп алсаңыздар болады. Міне осылай біздің қамырымыздың негізі дайын болды. Енді оны шетке алып қоямыз. Чизкейктің ортасына қойылатын салмасын дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қантты, жұмыртқаны және 33%-ден жоғары болатын клейгейді салып, барлығын осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, ешқандай да миксерді қолдануға болмайды, себебі чизкейктің піскеннен кейін ортасы жарылып кетуі мүмкін. Сол себептен алдыменен осылай лопаткамен араластырып, кейін түйіршік қалмау үшін осылай венчикпенен ақырындап араластырамыз. Ешқашан миксерді қолданбаңыздар, себебі ортасы жарылып кетуі мүмкін. Біздің чизкейгіміздің ортасы дайын. Енді жаңағы бұқтырып қойған тарымызды алып, бетін ашамыз. Осындай қалған сүттер болатын болса, онда сол сүттің барлығын толықтай төгіп тастаймыз. Тек қана тарының өзін ғана саламыз. Тарыны сүзбелі массаға салғаннан кейін оны жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамызды алып, дайындап қойған формадағы қамырымызға саламыз. Достар, рецептке қажетті заттардың атауы мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын. Салынған салмамыз форманың ішінде біркелкі орналасу үшін оны осылай видеодағыдай етіп лопаткамен жүргізіп жайғастырып аламыз. Кейін лопаткамен жайғастырып болған соң, осы формамызды алып, қолымызбен бейнеде көрсетілгендей етіп кішкене шайқап аламыз. Чизкейкті алдын ала 100-120 градус аралығында қыздырылған пешімізге салып, шамамен 1 сағаттай пісіреміз. Піскеннен кейін оны пешімізден шығарып, толықтай суытамыз. Толықтай суығаннан кейін оны шамамен 2-3 сағатқа тағы да тоңазытқышқа салып суытуға кеңес етемін. Сол кезде ол өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Енді толықтай суығаннан кейін біздің чизкейгімізді осылай шеттерін пышақпенен босатып, кольцомыздан босатамыз. Міне осылайша чизкейгіміз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шығады. Формадан өте оңай алынады. Ешқандай жабыспайды. Міне видеода көрініп тұрғандай, пергамент қағазынан да өте жеңіл алынып жатыр. Және салынған талқанымыздан жасалған қамырымыз өзінің формасын жақсы ұстайды. Өте керемет дәмді болып шығады. Шынымен дәмі тіл үйрет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі сондай нәзік, сондай керемет. Бір жеген соң тағы да жей бергің келеді. Бұл чизкейк менің жақсы көретін торттарым мен пирогтарымның қатарына қосылды. Дәмі сөз жоқ, шынымен де өте керемет болып шығады. Сіздердің де дәл осы чизкейкті дайындап, дәмін көргендеріңізді қалаймын. Бұл тары чизкейктің оригинал рецептісі болғандықтан, сіздерде дәл осы чизкейкті дайындап, үйде отырып басқа кісілерден заказ қабылдап, бизнес бастауларыңызға болады. Сіздермен бірге болған Гүлім, астарыңыз дәмді болсын.